1914 дейсіз ба? Так, 1900. Мынау, иә? Ал давайте қарайық. Жұмысын талдайық. Иә, 1914 ол бізде. Так, міне мына есеп. Бізге былай деді, тік төртбұрыш енінің ұзындығына қатынасы 2-ның 5-ке. Былай істейсіздер ғой, қатынас десе, әрдайым x деп аламыз. Мысалға, так, вот, енді бізде получается мына төртбұрыш бар екен да. Еннің ұзындығы қатынасы деген сөз x деп аламыз. Значит, ені 2x, ал ұзындығы 5x деген сөз. Өйстіп аламыз деген сөз. Қатынас десе әрдайым солай істейміз. Енді оның периметрі дейді бізге, периметрі 84 сантиметр дейді. Егер осы тік төртбұрыштың ұзындығын 2 есе арттырса дейді, то есть получается тік төртбұрыш бүйтіп арттырса дейді, то есть ұзындығын 2 есе арттыру деген сөз 5x-ті 2-ге көбейтесің, то есть 10x болады деген сөз, иә? Периметр қанша болады? Ені сол баяғы 2x болып қала береді. Енді қараңыздар. Мына жерден мен былай істесем болады, 84, яғни тең болады периметрдің формуласы. Енді біз кейін геометрия тағы өтеміз, но жалпы біліп алыңыздар, кез келген төртбұрыштың периметрі екі қабырғасын қосып 2-ге көбейтеміз, иә? Вот осы нәрсені білдіреді. Енді бұл бізде получается нені береді екен? Мына жақтан бізде 84 тең болады екен, иә? 2x-қа 5x-ті қоссаң 7x, 7x-ті 2-ге көбейтсең 14x, иә? Яғни, мына жақтан жалғастырайық. Яғни x тең болады, енді 84-ті бөлеміз 14-ке. Бізде шығады 84-ті 12-ке бөлсең 6 шыға ма? 6 шығады, иә? Сонда x тең 6 екен. X-ті тауып алдық. Бізге айтады. Енді бізде мына жаңадан төртбұрыш пайда болды ғой, мына төртбұрыш. Осының периметрін тап дейді. Периметр бойынша 2 көбейтілген 2 қабырғасын қосамыз, 2x-қа қосамыз 10x. Тең болады 2 көбейтілген 12x, иә? Яғни 2 көбейтілген 12 көбейтілген x бізде нешеге тең болды? 6-ға тең болды. 6 деймін. Болды, осы нәрсені көбейте саламыз. Сонда 144 шығады екен. Жауап 144 екен. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Иә, бай түсінікті. Так, тағы да үй жұмысы бар ма? Сұрақ бар ма үй жұмысынан? Сұрақ жоқ, иә? Ал кеттік, ондай болса, бүгінгі тақырыбымыз концентрация. Концентрация сам по себе өте оңай тақырып, там андай жағдайлары ұзақ андай нәрсе жоқ. Бірақ бұл формула бәрі үшін жұмыс істей береді, иә? Ол бізде мынандай формула екен сонымен. Тақырып жазып алыңыздар, концентрация. Теория, значит, мынандай. Сіздерге мысалға есепте былай келеді ғой, бір тұз қоспасын 20% тұз қоспасына 30% тұз қоспасын қосқан кезінде 50 грамм болатын пайызы қанша тұз қоспасы пайда болады деген сияқты қантпен әртүрлі келе береді, қышқыл болып. Сондай есептерде концентрациямен шығады. Оны былай істейміз. Берілгенде біз былай жазамыз, төртбұрыштармен жазамыз, иә? Сонымен бізде мына жақта бізде не беріледі? Астында омега дегеніміз ол бізде пайызбен беретін нәрсесі. Яғни бізге сол нәрсенің пайызы, тұздың пайызы болсын, қанттың пайызы, қышқылдың пайызы үстіне біз жазады екенбіз массасын m1 деп. Қосамыз, бізге екінші қоспаны береді ғой, екіншісінің массасы беріледі, оның пайызы беріледі. Вот, оны осы түрде белгілейміз. Берілген осы түрде жазады екенбіз. Тең болады, бізде жаңа қоспа пайда болады, иә? Жаңа қоспаның m3 деген қандай да массасы болады. Бұның да өзінің пайызы болады. Сонда берілген осы түрде жазып аламыз. Теңдеуде қалай қолданамыз? Просто мынаған көбейтеміз, қос десе қосамыз, мынаған көбейтеміз, тең мынаған көбейтеміз. Яғни m1-ді көбейтеміз омега 1-ге, қосамыз m2-ні көбейтеміз. W2, W дейді біреу, по-разному, без разницы. m3-ті көбейтесің омега 3-ге, иә? Здесь важный момент. Енді екі қоспаны мына ыдыста 20 грамм болсын, мына ыдыста 10 грамм болсын, екеуін аралассаң 30 грамм болады, иә? То есть мына ыдыстың массасы мен мына ыдыстың массасы араласқанда қосылады ғой. Значит, m1 менен m2-нің массасы қосылғанда әрдайым m3-ті береді. Вот осыны жаттап алыңыздар, иә? Барлық формула, керек формула осы ғана. Так, осыны жазып алыңыздар қазір. Скринға түсіріп алыңыздар, жазып алыңыздар. Қазір біз сіздермен мысал қарастырамыз, одан кейін есеп шығарасыздар. Ал жазып алыңыздар. Кешірім сұраса бола ма, мына қай пән? Бұл критикалық ойлау. Все, рахмет. Критикалық ойлау. Так, түсіріп алдыңыздар ма? Иә.
Так, жаза алыңыздар ғой. Өше берсем болады, Мгм. Иә. Так, ондай болса ары қарай кеттік. Сонымен. Аха. Так. Мгм. Мгм. Так, сонымен. Вот бағанағы жазған формуламыз, сіздер бағанағы ертінді, зат, анау, мынау. Так, бірінші мысалды қарастырайық. Мына жақта бірінші мысалда бізде шығару жолымен тұр екен. Біз оны өзіміз шығарып шығамыз, Сонымен бірінші мысал. Мгм. 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 Так, есебіміз көрініп тұр ғой. Сонымен давайте шығарып шығайық. Кешіріңіз, бана сіз бір есеп шығарып үлгердіңіз ба тек? Жоқ, Енді жоқ, формуланы ғана көрсеттім. Енді ғана мысалға енді көшіп жатырмыз. Енді қараңыздар. Мына есепті біз қалай шығарады екенбіз? Бізге былай дейді. Құрамында Грамотность екі сабақ бола ма? критикалық ойлау жоқ. Алдыңғы сабақ ол бөлек потоктікі, мынау бөлек потоктікі. То есть біз ерте бастаған потокпыз, біз сентябрьда бастаған потокпыз. Алдыңғы 8-де болатын сабақ ол қашан жақында басталған поток. Жақында дегенде вот бір ай бұрын ба басталған поток. Иә. Екеуі, в общем, екі жақта жүрміз ғой, сол баяғы программа, просто екі жақта жүрміз. Так, енді сонымен құрамында 10% және 25% тұз ерітіндісі бар екі қоспаны араластырып дейді. 20% 3 килограмм ерітінді алынған. То есть бізде екі қоспа бар. Вот, мына қоспа бар, қосамыз екінші қоспаны. Сол кезде бізде какой-то бір үшінші қоспа пайда болады, Енді здесь главное мына рисунок дұрыс салып алу керек қой, проценті массасын дұрыс сызбасаңыздар, бітті есеп шыға береді. Соны айтады, бірінші құрамында 10% және 25%. То есть мынаның проценті 10%, мынаның проценті 25% болып тұр ғой. Осы екеуін араластырады да бізде не пайда болады? 20% 3 килограмм дейді. То есть пайда болған нәрсенің проценті 20%, массасы 3 килограмм болып тұр. Енді қараңыздар. Әрқайсынан неше ерітінді қосылған дейді, то есть массаларын сұрап тұр. Мынаның массасын. Енді қараңыздар, мынаның массасы пусть бізде x болсын қандайда. Мынаның массасы онда қанша болады? Бұның массасын біз 3 минус x деп аламыз. Неге? Сұрақ. Себебі былай. Біз бағана айттық қой, мына екеуінің массаларының қосындысы бізге үшіншісінің массасын беру керек деп айттық қой. Сонда қазір қарасақ, 3-ке 3 минус x-ті қоссаң қазір, x қысқарады да 3 пайда болады, То есть екеуінің массаларының қосындысы мына пайда болған нәрсенің массасын беріп тұр. Вот в чем смысл. Поэтому біз өйстіп ала алады екенбіз, Так, сонымен x 3 минус x деп алғанымыз түсінікті ма? Иә. Иә. Енді болды, енді ары қарай көбейте саламыз, есеп бітті. Мына екеуін көбейтемін, қосамын, мына екеуін көбейтемін, тең болады, мына екеуін көбейтіндісі деймін, болды. Сонда 10-ды көбейтемін x-қа, қосамын, 3 минус x-ті көбейтемін 25-ке, тең боламын 3 көбейтілген 20-ға. Енді 10x, 10 көбейтілген x, то есть 10x болады, қосылған. Мынау 25 әрқайсысына көбейтіледі. 3-ті 25-ке көбейтсең 75, азайтамын 25x, тең болады 3-ті 20-ға көбейтсең 60. Енді 10x пен минус 25x сол жағында қалады, Енді қараңыздар, 25 пен 10x жылжыған кезінде алдындағы таңбасымен. Кто-то мынаны 10x плюс 25 дейді, ол қате, 25 жылжытып жатыр қой, оның алдында минус тұр ма, минусымен бірге жылжиды ол, всегда. Так, енді мынау 60 оң жағында тұр теңдіктің, ол сол жаққа жылжыған жоқ, таңбасын өзгертпей тұра береді. Мына 70 мына жаққа өткен кезінде алдында қосу болып тұр, ол азайту болып барады, минус 75. Енді 10x-тан 25x-ті азайтсақ, минус 15x болады, Неге? Себебі 10x-тің алдында көрінбей тұрған плюс бар, таңбалар әртүрлі болса азайтылады, 25 үлкен, алдында минус тұр, поэтому минус кетеді. Мында да көрінбей тұрған плюсы бар, плюс-минус азайтылады, 75-тен 60-ты азайтсаң 15, 75 үлкен, алдында минус тұр, значит, мында тоже минус тұрады, X тең болды. Енді қараңыздар, мына 15 пен x не болып тұр? Ортасы көбейту болып тұр. Көбейтуге кері амал бөлу. Значит, ол ар жаққа ол не болып барады? Бөлу болып барады, минус 15, таңбасымен бірге бөлу болып кетеді. X тең болады, минусты минусқа бөлсек, плюс болады, 15-ті 15-ке 1 болады. Сонда x тең 1 екен. Енді жазамыз. Сонда бірінші адам
То есть бірінші қоспадан 1 килограмм қосады екен, екінші қоспадан 3 минус 1, x-тің орнына 1-ді қоямыз. Сонда 2 килограмм қосады екен. Жауабы 1 килограмм мен 2 килограмм. Бітті, есеп шықты. Түсінікті ма мынау есеп? Ана басым түсінбей қалды. Ана x сосын 3 минус x деген. Ол бізде былай. Пайда болған нәрсе бізде 3 десе, бізге алғашқы екеуінің қосындысы бізге 3-ті беру керек қой. Біреуін біз өзіміз x деп ала салдық. Бірінші массаны өзіміз x деп ала салдық. Енді қараңыздар, m1 менен m2-нің қосындысы бізге 3-ті беру керек, m3 болып тұр ғой. Мен m1-ді қазір x деп алып алсам, мынау x болса, орнына қойсам, x қосылған m2 тең болады 3 болып тұрады, Онда m2 тең болады, x-ті былай лақтырып жерсем, 3 минус x болады. Сонда m1 x болса, m2 3 минус x болып тұр ғой. Екеуінің қосындысы сол кезде 3-ті беретіндей болады да. Өйстіп өзіміз x арқылы теңдеу құрастырып алдық, бір айнымалы арқылы. Мынау түсінікті ме? Иә, түсінікті. Мгм. Сосын Так, апай, мгм. бірдеңе сұрайын. Мына қай аптаның тапсырмасы? Қай апта? Апта дегенде білмеймін, біраз болды уже. Бірнеше, Мен 2 ай ма, 3 ай ма болған шығар. курсқа қосылғаны 1-2 апта шамасында ғой. Так, сіз алдыңғы 8-де болатын сабаққа да қосылып қарап жүріңіз, олар как раз қайталап келеді ше, басынан бастап. Мында көре берсеңіз болады. Так, жақсы, ондай болса мен мынаны ал өшірттім, ары қарай кеттік. Сонымен бізде бірінші мысал кетті. Вот бағанағыда 2 мен 3 екен. Сонымен бірінші есеп. Ал енді сіздер есеп шығарасыздар. Потом бірге талдаймыз, Сонымен қазір 21-15 па? Ал 18-ге дейін 3 минут берейін пока. 21-де 18-ге дейін. Ал шығарып көріңіздер. Сен тағы 16 килограмм құю керек па? 16 килограмм? Типа жауабын айтып жатсыз ба? Иә. Ага. Так, білмеймін, оны қазір көреміз. Пока 18-ге дейін жауабын айтпай тұра тұрыңыздар, басқалар шығарып алсын, 18-де сұраған кезде бәріміз жауап беріп, бірге шығарып шығамыз. Так, уақыт болыпты. Есеп шықты ма?
Иә. Қанша шықты? 20. Так, 20 тағы қандай вариант? 20. 20. Так, бәрімізде 20 шықты ма? Ал бірге шығарып көрейік, иә? Да. Былай дейді. Теңіз суында 5% тұз бар. Массасы 80 килограмм болатын теңіз суынан 4% тұзды су алу үшін қанша килограмм тұщы су? Здесь мына тұщы су деген нәрсе типа важный нәрсе ғой. Неге? Себебі тұщы су деген қандай сөз? Тұзы жоқ су деген сөз ғой. Типа таза су. Значит, тұщы су құйды деген сөз, оның тұзының проценті 0 деген сөз. Яғни, қалай істейміз? Сонымен бізде теңіз суында 5% тұз бар дейді. Мынаның проценті 5% дейміз, иә? Осыған бір нәрсе құяды. Сол кезінде бізде массасы 80 килограмм болатын теңіз суынан дейді. 4% тұзды су алу үшін. То есть 4% деген екіншісінің процент емес, үшіншісінің. То есть 4% тұз алу үшін деп тұр, иә? То есть мына жақта бізде 4% болады. Енді массасы 80 килограмм болатын теңіз суынан дейді. Яғни, вот қараңыздар, теңіз суында 5% тұз бар. Массасы 80 килограмм болатын теңіз суынан, яғни 80 килограмм деген қайсы болып тұр? Мына 5%-тегі теңіз суы болып тұр. Осында мынаның массасы 80 килограммды осы жаққа жазамыз. Ары қарай 4% тұзды су алу үшін қанша килограмм тұщы су құю керек? Тұщы су дегеніміз тұз жоқ. Тұзы жоқ деген сөз, тұздың проценті 0 деген сөз, иә? Осыдан дейді, қанша килограмм құямыз? Яғни мынаның массасы X болып тұр. Енді қараңыздар. Екеуі қосылады да, енді біз білеміз ғой, мына екеуінің массаларын қосылса, әрдайым бізге мынаның массасын береді. Яғни үшіншісінің массасы бізде 80 қосылған X болады, иә? Вот осы жерде мына X-ті тап деп тұр бізге. Осы тұщы судан қанша құйып жатырмыз. Бұл теңдеуін құрастырып алдық қой, енді ары қарай шығара саламыз. Көбейтеміз, қосамыз, көбейтеміз, тең көбейтеміз. Сонда 80 көбейтілген 5 қосылған X көбейтілген 0 тең болады 80 қосылған X көбейтілген 4. Вот. Енді 80-ді 5-ке көбейтсең 400 қосылған, енді кез келген санды 0-ге көбейтсең 0 ғой, 0 болады. Тең болады 4-ті әрқайсысына көбейтем. 4 жердегі 80-ді 4-ке көбейтсек 320 қосылған 4x. 320-ны солға жаққа лақтырамын. Сонда 400 минус 320 тең болады 4x. Сонда 80 тең болады 4x. X тең болады. Мына 4 мына жаққа көбейт болып тұр ғой, мұнда ар жаққа бөліп болып барады. 80 бөлінген 4, яғни 20. Яғни тұщы судан біз 20 килограмм құйсақ, бізде 4%-ды тұз болатын су алынады екен. Вот есеміз осындай. Түсінікті ма? Сонда жауабы 20 екен. Есеп түсінікті ма? Иә. То есть есепте сіздерге тұщы су, таза су, қайнаған су деп келсе, контекстпен обозначает ішінде тұз жоқ деген сөз. Или таза тұз қосты, или қант қосты десе, типа қатып қалған қанттар болады ғой. Вот сондай қант қосты десе, оның проценті 100% деген сөз. Себебі таза қант қой. Яғни оның ішінде қанттан басқа түк жоқ, қатып қалған қант. Сөйтіп қант салды десе, мысалы 1 килограмм деп, онда пайызын 100% деп аламыз. Егер таза алды десе, ондай болса не істейміз? Проценті 0 дейміз. Сонымен ары қарай кеттік. Келесі есеп. Микрофондарыңызды өшіріп қоясыздар ма, пожалуйста, барлықтарыңыз? Так, келесі есеп. Екінші есеп. Ал 21 дей ма? Давайте тағы 2 минут берейін, е? 21, 23-ке дейін. Ал 24-ке дейін. 22 көпті. 24-ке дейін. Ал шығарып көріңіздер. Апай формуланы көрсетесіз бе басында? Так. Міне. Астында керек емес, по идее, оңдан тұра берсін. Түсіріп алыңыздар ма? Астына түсем.
Уақыт болды, по идее. 10 шықты. Қанша шықты? 10. Тағы қандай вариант? 16. 10 шықты. Мгм. Бәріңізге 10 шықты, давайте тексерейік онда. Сонда бізге былай дейді. 15 литр 10% тұз ерітіндісіне 5% тұз ерітіндісі араластырып дейді. 8% ерітінді алынған. Қанша литр 5% ерітінді қосылған? Сонда бізде 15 литр болатын 10% тұз ерітіндісіне 5% тұз ерітіндісін араластырады, иә? То есть мынаның проценті 5. Осындай бір нәрсе араластырған кезінде бізде 8% ерітінді алынған, мынаның пайда болғанның проценті 8. Осы 5%-тен қанша литр не салынған дейді. Ерітінді салынған дейді. Енді мына x-ті табу керек бізге, иә? Массасы не болады? Мына екеуінің қосындысы бізге үшіншісін береді. Сонда 15 қосылған x деймін, иә, үшіншісінікін. Болды, көбейтем қосам. Сонымен 10-ды көбейтем 15-ке қосамын. 5-ті көбейтем x-қа тең болады 15 қосылған x-ті көбейтемін мен 8-ге. Сонда 10-ді 15-ке көбейтсек бізде болады 150 болады. Қосылған 5x тең болады 8 әрқайсына көбейтіледі. 15-ті 8-ге көбейтсек 120 қосылған 8x, 5x былай кетеді, 120 былай кетеді. Сонда бізде 150 минус 120 тең болады 8x минус 5x, е? Сонда азайтсақ 30 тең болады 3x. Сонда x тең болады 30 бөлінген 3, яғни 10. Болды, есебіміз шықты. 10 екен, е? Так, жақсы. Түсінікті ма есеп? Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ, е? Ал онда. Сұрақ жоқ. Ары қарай кеттік. Так, мынау мысал есеп, бұны сіздер өздерің шығара аласыздар деп ойлаймын мен негізі ше. Өздерің шығарып көріңіздерші мысал есепті. Қатты мысал дейтіндей андай не жоқ, новый ештеңе жоқ. Бұған да уақыт берем, бұған давайте 2 минут берейін тоже, я. 26 ма 28-ге дейін. Логика в чем? 5 грамм қант десе процентін не деп аламыз? 100% деп аламыз, потому что ол таза қант, е? Қайнаған су десе процентін не деп аламыз? 0 деп аламыз, себебі ол таза су, ішінде тұз, қант ештеңе жоқ. Тап-таза су. Вот логика осығанда ғана. Загвоздка. А так қалғандарын білесіздер. Ал шығарып көріңіздер. Так, уақыт болыпты. Есеп шықты ма? Или тағы 1 минут уақыт берейін ба? Шықпады әлі апай біз. Давайте Шықпады, 29-ға дейін күтейін. Е? Тағы 1 минут. Жауабы Д бола ма? 16,25%. Так, біреу Д дейді. Тағы кімде шықты? Иә, сол 65-тен 4 шықты ғой. 65-тен 4 шықты ма? Иә. Ал давайте көрейік. Так.
Так. Өшіріп тастайын. Мгм. Мгм. Так, сонымен алып бірге шығарайық сонымен. Былай дейді, стакандағы 100 грамм ерітіндінің құрамындағы қанттың концентрациясы 15% еді. Сонымен біз бірінші төртбұрыш жазамыз, иә? 100 грамм болған дейді, проценті 15%. Қосамыз. Үстіне тағы 250 грамм қайнаған су. Қайнаған суының массасы сонымен бізде 250 грамм екен. Қайнаған су десе ішінде қант жоқ, иә, 0%. Қосамыз. Оған тағы да қосылып жатыр, тағы қант салады. Уже таза қант салады, қатып қалған. Оныкі 50 грамм болады. Таза қант болғандықтан проценті қанша деп аламын? 100% деп аламын. Ішінде су жоқ оның. Тап-таза қант. Сол кезінде дейді, пайда болған ерітіндінің құрамындағы қанттың концентрациясын табыңыз. То есть пайда болғандағы пайызын сұрап тұр. То есть мынаны сұрап тұр да уже. Иә? Енді массасын не істейміз? Үшеуінің қосындысы ғой. То есть мынаны қоссақ, 100-ді қосамыз 250-ге, қосамыз 50-ге, қанша шығады? 400 шығады, иә? Получается, пайда болған нәрсенің массасы 400 ғой. Болды, енді бағанағыдай істейміз. Сонда 15-ті көбейтемін 100-ге, қосамын. 0-ді көбейтемін 250-ге, қосамын. 100-ді көбейтемін 50-ге, тең болады. 400-ді көбейтемін x-қа. Болды. Не болады? 15-ті 100-ге көбейтсек 1500, қосамын. 0-ді 250-ге көбейтсең 0, 100-ді 50-ге көбейтсек 5000, тең болады 400 x-қа, иә? Мына екеуін қоссақ бізде 6500, тең болады 400 x-қа. Сонда x тең болады екен 6500 бөлінген 400. Оны бөлсек қанша болады? 16,25. 16,25 екен, дұрыс. Дұрыс есеп шықты. Түсінікті ма? Иә. Сұрақ жоқ, иә? Ары қарай кеттік. Вот. Ал үшінші есеп сіздерге тоже өздеріңіз шығарып көріңіздер. Қазір 31 ма, бұған 2 минут берем, 33-ке дейін давайте. Так, уақыт болыпты. Есеп шықты ма? 42 бола ма? Так, 42 дейді. Тағы қалғанымызда шықты ма? Да, солай. 42 шықты ма бәріңізде? Ал, давайте тексерейік. Сонымен, 50% қышқыл ерітіндісін алу үшін дейді. 30 грамм 15% қышқыл ерітіндісіне. Ну, то есть біз 50% ол бастапқысын емес, ол пайда болған нәрсенікі болып тұр, себебі сондай нәрсе алу керек болып тұр, бізге. Бірінші не істейді екен? 30 грамм 15% қышқылды қосады екен, 75% сол қышқыл ерітіндісін қосу керек дейді. Сонда мынаның проценті 75% екен. Қосатын 75% қышқыл ерітіндісінің мөлшерін тап. То есть мынаның массасы керек, ол бізде x пайда болған нәрсесінікі қанша пайыз болу керек? 50% болу керек. То есть мына яғы 50%. Енді массасы белгісіз, енді массасы деген мына екеуінің қосындысы ғой. То есть 30 қосылған x болады, иә?
Бұл осы жерден x табамыз. Енді ары қарай, как обычно, көбейтем, 15 көбейтем 30-ға қосам, 75 көбейтем x тең болады 50 көбейтем 30 қосылған x. 15 30-ға көбейтсек, 450. 450 қосылған 75 x тең болады 30 50 әрқайсысына көбейтіледі. Мұнда 1500. 1500 қосылған 50 x, иә. Сонда 50 x-ті солға жіберем, 450-ді оңға жіберем. Сонда 75 x минус 50 x тең болады 1500 минус 450. Мұнда 25 x тең болады 1050 ма? Иә, Иә. Сонда x тең болады қанша? 42. 42 болды. Дұрыс. Түсінікті ғой мынау? Сұрақ бар ма? Иә, жалғастыр. Ары қарай кеттік. Аха. Төртінші есеп. Ал давайте, шығарып көріңіздер. 35, 37-ге дейін уақыт берем. 21, 37-ге дейін. Ал шығарып көріңіздер. Уақыт болыпты. Есеп шықты ма? Шықты. Иә. Так, қанша шықты? 150 және 450. 450. Екі жауап. Дұрыс. Примерно сондай болу керек. Ал тексерейік. Бәрінде солай шықты ма? Блядь. Иә, солай шықты. Ал тексерейік. Мен былай дейді. 60% және 40% мырышы бар. Екі құйма бар. 40% мырышы бар 600 грамм құйма алу үшін жас маман әр құйманың қандай мөлшерін. Ну, получается, есепте әрдайым тұз, қант емес, қышқыл емес, сонымен қатар, мысалға, темірлерді балқытып араластыру да келе беруі мүмкін да. Сонымен былай дейді. Бізде екі құйма бар дейді. Арасын біреуінің пайызы 60% дейді, біреуінің пайызы 40% дейді, иә? Екеуін араластырған кезінде бізде пайда болу керек 45% мырышы бар дейді 600 грамм құйма алу үшін. То есть пайда болған нәрсенің пайызы 45% болу керек. Массасы 600 грамм болу керек. Әр құйманың қандай мөлшерін қажет. То есть мынау x болса, мынау қандай болады? Тура бағанағыдай, иә? Бұл бізде 600 минус x болады. Екеуінің қосындысы маған мынаны беру керек қой. Сонда оны былай математикалық жолмен, иә, логически бүйтіп қарасаң болады. Екеуін қоссаң қазір x-тар қысқарады да 600 шығады да. Ал егер математикалық жолмен десек, мынау енді m1 ғой. Мынау бізде m2, иә? Ол тең болу керек мынаған. Сонда m1 қосылған m2 тең 600. m1-ді біз x деп алсақ, ондай болса m2 қанша болады? m2 деген 600 минус m1 ғой. Ну, значит, 600 минус x деген сөзді. Өйстіп алгебралық жолмен де қарасақ болады. Сонымен бұл теңдеуін құрастырдық қой, енді ары қарай есептей салады. Көбейтеміз, қосамыз, тең болады, көбейтеміз, иә. Сонымен
X-ті көбейтемін 60-қа, қосамын 600 минус X-ті көбейтемін 40-қа, тең болады 600-ді көбейтемін 45-ке. Қалай көбейтеміз? Яғни 60X қосылған 600-ді 40-қа, 40-ты X-қа көбейтеміз, сонда мұнда 24 мың азайтылған 40X тең болады 45-ті 600-ге көбейтейік. 27 мың. 27 мың. 27 мың болады. 60X-тан 40X-ті азайтсаң бірден жаза салайық 20X болады, тең болады 27 мыңнан азайтамыз 24 мыңды. Сонда мұнда бізде 20X тең болады. 27 мыңнан 24 мыңды азайтсақ 3 мың болады, 3 мың. X тең болады, бөлсек қанша? 150, е? X тең болады 150-ге. X тең болды 150-ге, ну, значит, мынауымыз бізде 150-ге тең. Ал мынау бізде 600 минус 150, яғни 450-ге тең. Сонда жауабы әрқайсынан біреуінен 150, біреуінен 450 грамм араластырады екенбіз. Апай, сұрап жүрсем болады ма? Мына жерде сіз 600 минус X дегенді 40%-ның алымына қойдыңыз ғой, соны деген мен мысалы 60%-ның алымына қойдым. Разница жоқ қой да екеуінде? Жоқ, 600 минус. Главное 150 450 шықса болды ғой. А так мынау 600 минус X десеңіз болады, мынау X десеңіз болады. Мағынасы бәрібір. Так, стоп. Ал өшірдім, ары қарай кеттік. Так, келесі, енді қазір келесі есеп бізде неден болады? Так. Келесі есеп мынандай есеп. Бұл дополнительный есеп. Ал шығарып көріңіздер. 17-ші есеп. Так, 41 ма 43-ке дейін. Бана сіз су дедіңіз, су сонда 0-ге тең болады ма еді? Таза су десе, я процент 0 деген сөз. Так, уақыт болыпты, есеп шықты ма? 3,8 шықты. Шықты. Ал, давайте тексеріп көрейік, е. Сонымен 5%-дық массасы 3,8 килограмм қышқылға 1,2 килограмм таза су қосылған. Так, сонымен біріншісінікі 5%, 3,8 килограммға 1,2 килограмм таза су қосады. Яғни пайызы 0 деген сөз, е. Пайда болған қоспаның концентрациясын анықтайды. Яғни бұның пайызы бізде X болады, массасы екен қосылам, е. 3,8-ді қосамын 1,2-ге. 4, 5 болады, е. 5 деп аламыз. Болды, көбейте саламыз. 5-ті көбейтем 3,8-ге, қосамын 0-ді көбейтем 1,2-ге, тең болады X көбейтілген 5. Сонда 5-ті 3,8-ге көбейтсек қанша болады? 19 қосылған 0-ді 1,2-ге көбейтсең 0, тең болады 5X, е. Яғни X тең болады 19 бөлінген 5. Бөлсек 3,8. Болды,
3,8% есеп шықты. Түсінікті ғой? Сұрақ бар ма? түсінікті. Так, жақсы. Ондай болса, келесі есеп. Апай пайыздар қосылмайды, иә? Пайыздары қосылмайды, массасы ғана. Пайыздар өзгереді. Ол относительно массы өзгереді, сондықтан қоса салуға болмайды. Так, сонымен келесі есеп. Тоже 2 минут берем, шығарып көріңіздер. 44 па 46-ға дейін. Так, уақыт болыпты. Шықты ма есеп? Менде 4-тен 3 шықты. Шыққан жоқ апай. Бар ма? 4 килограмм бөлінген килограмм. Жиырма. 16-ның проценті қанша болды? Сол сұрақ болып қалды да кішкене. Иә, сол. Ал давайте бірге көрейік онда. Так, сонымен 16 килограмм мыспен қалайы қоспасы құрамында 55% қалайы бар. Окей. Ну, получается, бізде тұз ретінде типа қалайын қарастырамыз ғой. Бізге қараймыз именно қалайын процентіне. Сонымен бізде 16 килограмм какой-то нәрседе 5%, 55% қалайы бар екен. Пайда болған жаңа қорытпа құрамында 60% қалайы болу үшін, то есть бұл пайда болатын нәрсенің проценті 60% болып тұр, иә? Пайда болу керек сондай. Таза қалайы дейді да. Таза қалайының қандай массасы? Таза қалайы деген сөз 100% деген сөз. Енді мына жақта астында қалайының проценттері жазылып тұр ғой. Иә? Ну, значит, таза қалай болса 100%. Оның какой-то x массасын қосамыз. Вот осы x-ті сұрап тұр. Қанша таза қалай қосу керек? Сонда мына 16 қосылған x болады. Бұл құрастырып алдық, енді ары қарай көбейте саламыз. 55-ті көбейтем 16-ға, қосамын 100-ді көбейтем x-ға тең болады. 2 килограмм шыға ма? 60 көбейтілген 16 қосылған x. Так, қазір көрейік. 55-ті 16-ға көбейтсе қанша? 110... 880. 880, иә, 880 қосамын. 100x тең болады. Мынаны көбейтсекші. 960. 960 қосыл 60x. 60x. 60x-ті былай жөрейік, мынаны былай жөрейік, сонымен 100x минус 60x тең болады 960 минус 880. Алып тастаса 40x тең болады 80 болады, x тең болады 80 бөлінген 40, яғни 2. Бұл есеп шықты. Сонда 2 килограмм таза қалай қосу керек екен. Түсінікті ма? Получается, таза нәрсе қосу керек деген кезде оны x деп алу керек, да? Тут вопрос. Тут мұқият болу керек. Мына жақта көріңіздер, бізде 55% қалайы деп тұр да, то есть бізде мына қай заттың пайызын көрсетіп тұр? Қалайының пайызын көрсетіп тұр. А если бізде мысалы қалай емес 55% мыс болса, мыс бар десе, и мына жақта мыстың нәрсесі кетіп баратып, таза қалай десе, уже процент нөл болып кетеді да. То есть зависимо қандай. Мысалы зат ретінде қалай алып тұрып таза қалай десе 100% дейміз, зат ретінде мысты алып тұрып таза қалай десе 0% дейміз. Түсінікті ма?
Аха, рахмет. Так, өшірем онда, иә? Ары қарай кеттік. Келесі есеп. Мынандай есеп тоже 2 минут берем. 51-ге дейін ал шығарып көріңіздер. 21-51-ге дейін. тағы айтшы жарайсыз шатаса беремін айран қант деген қант неше болу керек? Таза қант болса ма? Иә. Таза қант болса, онда 100% деп аламыз. А мына жақта мысалы таза демеген 100 деп ала беремін ба, не деп аламын? Так, қант қосты. 50 грамм қант десе 100% дейміз, иә? Қанттың тәтті айрандағы пайызы құрамы болу үшін так қанша қант қосу? Иә. Айран деген типа айранның ішінде қант жоқ та. Значит, зат ретінде біз қантты қарастырып тұрмыз, онда 350 грамм болса, оның пайызы 0 болады да. Потом 50 грамм, Айрандікі оның 0 пайызы... бола ма сонда? Иә, сонда 350 граммдың айранда 0% қант болады, ал 50 грамм қантта 100% қант болады. Менде вообще минуспен шығып кетті анау. Это жаңалған істеген. Так. Минусмен шығып кетті ма? Қант қосты. Пайыздық құрамы. Бұны тут мынандай нәрсе бар. Мынаны давайте бірге шығарайықшы лучше. Мынандай қызық нәрсе бар. Бірінші... 250 емес па? Бұны бірінші шығару жолы өзіміз білетінмен шығарайық. Мен 250 Жауабын шығып білмеймін. кетті. Бірге шығарайық. Бірінші шаг былай ғой. Біз бірінші былай дейді. 350 грамм айранға 50 грамм қант қосты. Қанттың тәтті айрандағы пайызды құрамы осындай болу үшін тағы. То есть біз бірінші араластырып алдық та, біз уже тәтті қант қосылған айран бар менде. Бірақ оның тәттілігі басқандай. Допустим, ішінде бір какой-то белгісіз процент, қанша процент екен біз білмейміз. Оған тағы да таза қант салған кезде қанттың проценті осындай болу керек та. Сонда біз бірінші шаг, мына екеуін араластырып аламыз. Ал араластырып алайық. Мен 350 граммға бұның пока қанттың пайызы жоқ. 0% деп аламын, иә? Қосамын, 50 грамм таза қант қосамыз. Значит, пайызы оның 100 болады. Сол кезде бізде пайда болады какой-то, айран, қант араласқан айран пайда болады ғой, оның пайызы бізде пока белгісіз, білмейміз, X. Массасы 350-ге 50-ді қоссаң, 400 болады, иә? Бұл қайдан шыққан? 350-ге қостық 50-ді. Енді массалар қосылады ғой. Осын бірінші есептеп аламыз. Сонда 350-ді көбейтем 0, қосамын 50-ді көбейтем 100-ге, тең болады 400 көбейтілген X. Мынау 0 көтет, 0 қосылған 5000, тең болады 400X-қа. Осы жерден X тең болады 5000 бөлінген 400-ге. Тең болады 12-де 5 па? Көрейікші. Иә. 400-ге. 12-де 5, е? 12-де 5. X тең болды 12-де 5. То есть, біздің мына айран, бір какой-то айран пайда болады, ішінде қанты бар, в общем, осының пайызы осындай болады екен. Енді мен осы қоспаны аламын. Бұл қандай қоспа болды? Пайызы 12-де 5 екен. Массасы 400. Араластырды ғой мына екеуі. 400. Вот осыған мен аламда не істеймін? Енді аламда таза қант қосам. Таза қант қосам. Сол кезде менде пайда болған тәтті айранның қанттың проценті 20% болу керек. Таза қант қойсам, оның пайызы 100% болады, е? Қанша масса қосу керек белгісіз, бізден соны тұрап тұр. Қанша таза қант қосайын деп. Пайда болған кезінде бізде пайда болған нәрсенің пайызы 20% болу керек. Массасы қандай болады? Уже 400 қосылған X. Вот мына жердегі X біздің окончательный ответ болады ғой. Вот осыны сұрап тұр бізде. То есть 2 рет өйстіп жасаймыз да. Көбейткен кезде мына екенін енді ары қарай білесіздер, көбейтіп шығайық. Мен 400-ді көбейтем 12-де 5-ке, қосамын 100-ді көбейтем X-қа, тең болады 20-ны көбейтем 400 қосылған X-қа. 400-ді көбейтем 12-де 5-ке. Бізде шығады 5000 мында. Қосамын 100X тең болады 20 әрқайсына көбейтіледі. 8000 қосылған 20X болды. 20X андай кетеді, 5000 былай кетеді. Сонда 100X минус 20X тең болады 8000 минус 5000. 80X тең болады 3000. X тең болады
3000 бөлінген 80, яғни, так, 3000-ді 37,5. 37,5. Вот. Сонда получается біз, ой, так, біз массаны іздеп жатырмық қой, масса, иә? Процент емес. Сонда біз 37,5 грамм қант салуымыз керек екен да, пайда болған тәтті айранның проценті 20% болу үшін. Вот логика осындай, екі раз істейткенбіз. Вот мына бірінші шартты тағы да былай тапсақ болады. Біз енді мына өзіміз білетін жолмен шығардық қой, оны также былай тапсақ болады. Екінші жол мынандай. Бізде мынандай процент бар. Мысалға бізде былай беріледі ғой. Бағанағы заттың массасы и мына жақта омега. Вот осыны табу керек болып қалды ғой бізге бағана. То есть бізде в целом 350 грамм айран бар, 50 грамм қант бар. Омеганы табудың мынандай формуласы бар. М зат и М, ну, то есть М жалпы десек болады. М жалпы, то есть М ерітінді. Осыны көбейтеміз 100%. Енді бізде зат не болып тұр? 50 грамм болып тұр. 50 грамм чисто қант болып тұр. Жалпы қанша? 350-ге 50-ді қоссаң 400 болады, е? Соны бөліп 100-ге көбейтсең, бізде қайтадан сол нәрсе шығу керек. Біздің баяғы сол процент шығу керек. Аха, соны көбейтсең, 1000 емес 100, е? Көбейтсең, вот 12-де 5% шығарып береді мынау. То есть, как формула мынауда бар қолдансаң болады, иә? Или мынаумен де өзіңіз білетінмен де шығарсаң болады, без разницы. Мынаны бір штрих дей салайын. Түсінікті ма мынау? Сұрақ Ана бар? 12-де 5 деген қант қосқанда айранға сол заты ма? Иә, то есть получается не істеген? Бірінші таза айран алған. Таза айранға пока 50 грамм қант салған ғой. Сосын араластырады. Араластырады да дәм десе қанты тәтті емес та, еще недостаточно. Тағы да тәтті қылдырғысы келеді. 20%-ға дейін тәтті қылдырғысы келеді да. Сосын уже қант араласқан айран үстіне тағы да таза қант салады да. Вот пайда болған енді айран түрі сол 20%-ға дейін тәтті болу үшін тағы қанша қант салады деп сұрап тұр да. Вот сондай нәрсе ғой. Түсінікті ма? Апай, Внимательно мына оқу керек та, есепті бір получается. амалмен шығаруға келмейді де, екі амалмен Иә, емес. екі шагмен істейміз ғой. Бірінші бір араластырып алады, то есть болады вот бізде таза айран и отдельно қант болады. Салып алады. Пайда болады, бізде уже тәтті қант, қанты бар да уже. Сосын мына жақта қант тұр отдельно. Осын тағы салады. Сол кезде бізде вот как раз то, что нужно болады. Вот 20%-ық қант пайда болады да. Вот осыдан қанша масса салады, қанша салады деп тұр да. Түсінікті ма? Получается, всегда қант десе проценті 100% болады, да? Ну, по-разному. Вообще, почти что 99%, иә. Но все-таки тексті әртүрлі келе береді ғой, мұқият оқу керек, иә, бәрібір. Так, мынау түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Өше берсем болады, иә? Иә. Келесі есеп. Келесі есеп мынандай. Так, мынаған 2 минут берем. 57 ма 59-ға дейін. Ал шығарып көріңіздер. Апай, мына есепті жаңа шығарған жоқпыз ба? Или ұқсай ма? Шығардық па? Есімде жоқ. Давайте келесін көрейік. Мынаны шығарып көріңіздер онда. 59-ға дейін. Кішесі апай. Ау? Жаңағы нені слайд көрсетіп жібересіз, скриншот істеп қойдым. Есеп сақтап қойып. Бағанағы есепті ма? Мен шығарып берген. Иә. Иә, осы есеп. Рахмет. Істедім. Ал давайте мына шығарып көріңіздер. 13 шықты. Шығып қойды ма уже? Бәріңде шығып қойды ма? Қазір бір минут. Бір минут отырайық, шығарып көріңіздер. Ана 100% деп аламыз, ертең концентрациясы дегенде.
Концентрациясын анықтаңыз дегенде ма? Жоқ, ол x болады. Анықта десе x деген сөз. Таза су 0% емес пе? Иә, таза су десе 0%. Шықты 13. 10 шықты ма? Бәріңізде 10 шықты ма? Шықты ма бәріңізде? Иә, 13. Иә. Ал давайте тексерейік. Сонымен 13 литр 18% су ерітіндісі бар құтыға. То есть бізде мынандай бір нәрсе бар екен. Пайызы 18%, массасы 13 литр. 5 литр таза су. Мына жақта су ерітіндісі деген сөз, типа, ну, неважно, тұзбен араласқан ба, қантпен араласқан, в общем, какой-то ерітінді бар. Таза су десе, значит, пайызы, бағанағы заттың пайызы 0% деген сөз, е? То есть, оның ішінде ешқандай лишний нәрсе жоқ, тап-таза су. Қанша литр дейді? 5 литр. Текстпен беріп қойған. Пайда болған ерітіндінің концентрациясын табыңдар. То есть, процентін тап деген сөз, е? Мынау бізде x болып тұр. Массасы не істейді? Мына екеуі қосылады. 13 қосылған 5, яғни 18, е? Яғни 18 вот. Ең көбейтеміз. 18 көбейтілген 13, қосамын 0 көбейтілген 5, тең болады x көбейтілген 18. Болды, 18-ді 13-ке көбейтсек қанша? 234. 234. 234. Қосылған 0 тең болады 18x. Сонда x тең болады 234 бөлінген 18. Сол кезде қанша болады? 13. Сол кезде 13. Болды, есеп шықты. Сонда 13% екен, е? Түсінікті ма есеп? Иә. Сұрақ бар ма? Иә. Менде бар. Сұрақ Ау? қойыңызшы. Мына жақта мысалы таза су деп тұр да. Оның алдында қантқа мысалы біз 100% дедік. Мында таза суға почему-то 0 дедік. Почему? Потому что таза судың ішінде қант жоқ қой. Тап-таза су. Қантқа 100% дедік, потому что бізде енді қант деген, как бы, қатып қалған қант, еще и қант сұрап тұр. Там вообще бір капля су жоқ, то есть тап-таза қант болғандықтан 100% қант қой. Вот. Тап-таза су деген сөз ішінде қант жоқ, вообще жоқ. Потому ол жақта процент 0. Түсінікті ма? Тағы қандай сұрақ? Аяғжана неге просто x көбейтілген 18 деп жаздық? Обычно 18 плюс x деп жазушы едік қой. Плюс? Неге плюс? Көбейтеміз ғой. Көбейтеміз, мына жақта қосылып кетеді. Көбейтеміз, тең, көбейтеміз. Тоже ана астына тұр ғой 13 плюс 5 деп. Үстінде. 13 плюс. Берілгенде. Вот сол жақта ана x деп қойдыңыз ғой. Алатын концентрацияны. Вот сол жерге не просто x деп қойдыңыз, негізі 18 плюс x деп қойушы едік қой. Алдыңғы есептеді. 18 плюс x? Иә. Ол Жоқ, ол кезде төбесінде x тұратын еді ғой 1 мен 2-нің арасында. Ана жерде үшіншісін табу үшін 1 мен 2-ні қоса салдық қой 18 деп. Ол жерде x жоқ қой. Иә. То есть мына жерді қоса салдық біз 13 пен 5-ті. Қосылады только массасында, процент қосылмайды. Рахмет. Тағы қандай сұрақ? Назад уточнить еще раз. Мысалға сәттіңіз ғой, су 0, қант бірдеңке. Сол сәтті қандай мысалда кездеседі басқа магистратурада? Сол ғана қатты етпейді негізі сол. Су, таза су, қант, сөйтіп қана келеді болды. Металдардан мыс, алюминий дегендер. Иә, сол мыс қалайы деген. Қалайының проценті деп келе жатты, значит процентке қалайын жаза береміз. Мыстың процент десе мыс жаза береміз. Алюминий процент десе алюминий жаза береміз. Есептің өзінде айтып тұрады, айта береді. Ал алюминийдің проценті мынада, осындай, анада мынандай деп өзі көрініп тұрады негізі. Не ғой, су 0, таза су тоже 0 ме, да? Таза су 0, иә. Қант 1, да? Егер сұйық зат болса, біз 0% деп аламыз, ал қатты зат болса, получается 100 деп аламыз ба? Түсінгенім бойынша. Иә. Сейчас я прослушал. Неге таза су яқта 0, бірақ до этого было у нас қант 100 почему-то. Енді қант таза су емес қой. Қант деген сөз ол чистый қант. Там қантты сұрап тұр, таза қант беріп тұр. Таза қант деген сөз 100% қант деген сөз. Қантты сұрап тұр, таза су десе, таза судың ішінде қант жоқ. Потому 0%. Жаңа қатты зат болса 100% болып аламыз дедіңіз, бірақ анау жаңағы
қалайы мен мырыш деген болса, оның қайсысы 100, қайсысы 0 болып? Есепте тұрады. Есепте егер қалайының процентімен берілсе, есепте, значит, қалайының процентін іздейміз ғой. Қалайының қараймыз. Қалай, Короче, мысалы, металлдардың барлығы беріледі, су мен қантты 0 мен 100 деп аласың. Вроде иә, все. иә, солай. Түсінікті ғой? Аха, вопросов нет больше. Аха. Так, тағы қандай сұрақ бар ма? Жаңағы қалай мен мыс дегенде ше, Мгм. қалайының проценті берілсе, сонда оның құрамында мыс 0% болған ма? Егер де мысалға есепте қалайының процентімен есептеп жатса, мысалға, бірінші қоспада қалайының проценті 50, екінші қоспада қалайының проценті 30, оған мыс қосылды десе, бізде есеп қалайының процентімен кетіп жатыр, иә? Қалай деп жатыр. Потом резко мыс деп кетсе, значит, оның проценті 0 деп аламыз. Неге? Себебі есепте бізде қалайының процентімен кетіп жатыр, из ниоткуда мыс пайда болды. Мыстың ішінде қалай жоқ. Таза мыс қосып жатса. Ондай болса, мыс 0 болып кетеді. А если есепте қалайының проценті 50, мынада қалайының проценті 30, тағы да оған таза қалайы қосты десе, то есть процентте қалайының заттары кетіп жатыр, қалайынікі, тағы қалайы қосса, онда оның проценті 100 болады. Ну, то есть, жазылған кезінде мына жақта да жазылатын проценті болады ғой. Бұл жақта қалайынікі кетіп жатса, қалайы деп мыс деп қалса, онда 0 болып кетеді. Қалайы деп қалса, онда 100% болып кетеді да, уже мынаған қарайсыңдар ғой. Основном басқаларында не беріп тұр, сол берілсе 100%, басқа нәрсе беріліп кетсе 0 болып кетеді ол. Түсінікті ма? Түсінікті. Сұрақ бар ма? Applications Получается, концентрация деген барлығына осы амалды қолданамыз да, там қатты нәрсе болсын, сұйық нәрсе, газ болсын, Иә. полностью, да? Полностью. Рахмет. Тағы қандай сұрақ? Мысалға, осы апта енді қосылғандар бар курсқа. Если айтып жатса, сентябрьден бері мысалға өтіп келе жатырмыз деп. И получается, именно аналитикалық ойлау воскресенье күні аптасына бір рет болады да, получается. Аналитикалық ойлау? Критикалық дейміз. Ой, критикалық, точнее. Иә, критикалық аптасына бір рет дегенде новыйлар ашылады ғой. Бұл пока енді онлайн сабақтар потоково ашыла береді да. Мысалы, мен сентябрьден келе жатырмын. Бір ай бұрын тағы біреуін ашты. Одан кейін тағы біреуін ашады басынан бастап. То есть ол қатты көп пропустить етіп аламын деп ойламаңыз. Біраздан кейін тағы бір, скорее всего, поток ашылады. Олар прям басынан бастайды. Сол кезде сіздерге бәріңіз айтады, соғанда кіресіздер. По желанию сіздер бүткіл группаға кіре аласыздар. То есть мен сабағыма да қатыса аласыз. Сағат 8-де Арайлым апайдың сабағы болады. Олар вот чуть артты. Олар қазір Оған қатыса алмайсыңдар деп айтты ғой бізге. Мен чатқа жазған едім, қайталап басынан қатысайықшы деген кезде болмайды деді. Ну, ол Почему болмайды? Ана 8-де кірдік қой біз. Бізге ол келмеді ғой. Группаға ссылка жіберді ғой, ровно 8-ге 10 минут қалған кезде. Это все надо куратордан уточнить етіп көріңіздер, оның жол жағын мен білмеймін. Вроде бола береді, мен былай. Шыға берсек болады ма? Иә, бола береді. Шыға берсеңіздер болады. Жақсы болса.